Құрметті оқырмандарым, саламатсыздар ма? Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп отырмыздар. Әңгіме шақалақ. Үлкен сәскеде борандының саудасынан сән кете бастайды. Тарқаған базардың жұрты көңілсіз. Шақалақ шалдың көңілі қазір селкеу, жәрмеңкенің құлазыған жұртындай. Шұбар таушының саудасы жүрмеді. Қияндағы қыстаққа бұл қырсық кебенекті қайдадан жетектеп азапқа түскенше өткеніне сата салайын деп шақалақ шыжыған ыстықта мал базар, ақыр тақыр қызан болғанша қаздиып ақ тұрды. Кебенек келгір өтпеді екен деп тағы тастап кете алмады. Ақыры қайтқан малда қайыр бар, шұбар тушан жетектеп шақалақ жаяулатып ауылға тартты ғой. Қайтып келе жатып жолаушы таситын автобустың шоферін сыбады. Сенің қотыр ешкіңді тасысын деп жүргізіп қойған ба бұл автобусты деп кесір шофер мінгізбей қойған. Керауыз кемпірін боқтады. Қызыңның қылығы шығып қалды. Жұрт құсап кремпілін кигізбесең өз басыңа өлім қара басқыр деп шұбар таушыны базарға жетектеп жіберген сол болатын. Кесапат асқан деп қойды ішінен кіжініп шақалақ. Шын аты Шақабай еді, бірақ табиғатынан түйме бас, қалқан құлақ, қызыл шақа, қылпықсыз көсе болған соң жеңгейлерінің қойып қойған аты Шақалақ. Өрмекшінің жібіндей қан тамырлары қызғылтым, екі беті ұдайы темір қанат балапанның терісіндей болып тұрады. Бұл жұрт құтырды деді. Енді базарды балағаттап. Баяғы Накөлайдың заманы болса қоңыз теріп жереді, енді ешкіні жемеймін деп сүтін ішпейді. Өлгеніне 1000 адам жиналса да 1000 адам 7 соманың кісі басы сайын жыртыс. Той болса кілем жауып болға тіккен жарыс. Кенет қауымды балап қойып кемпіріне қайта шүйлікті. Аузына қараған толғыр деп тісін қышырлатты. Сол екен тісінің ескі құрты қозды ма, мүжіліп асықтай азудың айналасы қақсап қоя берді. Енді жол азабына ауру қосылды. Атасына нәлет құртта да есі жоқ деп бір қолымен қатпа қайрақтай жағын басып келе жатып, менен не тауып жеймін деп түседі екен. Аспантаудың аңғарында жатқан ауылға баратын соқпақ әлгі асфальт тұрмақ малтатаста төселмеген. Жабайы соқпақ едәуір жерге шойын жолдың бойын қуалап барады да оңға бұрылып темір жолды кесіп өтіп тіке төскейге қарай қасқайып жатады. Қара жолдың піскен топырағына шомылып жатқан жабайы кептерлер ешкі жетектеп ерні кезірген шақалақтың қарасы жақындағанда пырпырлап ұша жөнеледі. Қапталдағы шаң тұтасқан қара сораның көкбас кекіренің кермекесі тынысыңды қабады. Жуыла оңып кеткен көк көйлектей аспан астында лүп еткен деп сезілмейді. Қасапшыға мал қайғы, қарешкеге жан қайғы. Шақалақ тісінің ауруымен әлек болып келе жатып, шлагбаумға маңдайы тірелген бірақ білді. Темір жолды кесіп өтетін сәтте дәл мұрнының астынан шлагбаумның ала-қола бақаны сөйлең етіп жабылды да қалды. Алыста мұнара сағымның арасынан бұлдырап пойыз көрінеді. Енді сол өтіп кеткенше күте тұру керек. Ар жақтан салдырлап арба келіп тоқтаған сезіп, шақалақ қуанып қалды. Қараса өзінің жамағайыны тауасар екен. Жардай торы биені жалғыз аттық арбаға жегіп алыпты. Тәке, ол жал қайтыпсың ғой, сатып алдың ба деп шақалақ жағын қолмен басып тұрып, алған соң бір жолата арбасымен қосып алдым. Бала шаға шөп тасқанға жақсы деп қауға сақал тауасар. Даусында масаттанған махам бар. Ылдиның малы көрінеді жуас екен. Құтты болсын деп күбірледі шақалақ. Ішінен қызғанып тұр. Базардан қайтқаннан кейін атасына нәлет, осылай қайту керек қой. Қу шұнақтың құйрығын ұстап қайтпай. Ешкі жетектеп қойған бәйбішесіне іштей тағы бір сыбап алды. Тісі одан бетер қақсап қоя берді. Сөйтіп тұрғанда арбаның арт жағында қара көк волга екпіндей келіп кілт тоқтады. Рөлдегі Жайлаубайдың шабандоз көкпаршы баласы Ораз екен. Дөң неме, кіші болып мына тұрған екі қарияға сәлем беруге жарамады. Қара көздір киіп рөлде шіреніп отыр. Машинаның әйнек біткенін жаңа түскен келіннің шымылдығындай шашақтап тастапты. Волганың арт жағында екі қушақ ит біріне бас жұлғысып қалысыпты. Осы Ораз өткендегі құрбан айттың көкпарында тартыла тақымға піскен таластай бір серкені шақалақтың есігінің алдына шиырып лақтырып тастап кеткені бар еді. Шақалақ сонда мұнысы несі тасыраңдап деп шақшия бастап еді. Бес белің сабасында бәйбішесі. Тек тұштаңдама, қызыңның бой жетіп қалған білмеуші ме едің, соған да миың жетпеді ме, бозбаланың ізгеті бол деп тиіп тастаған. Құдай берса Жайлауымен құда боласың. Қазір шлагбаумға тұмсығы тіреліп тұрып шақалақ атасына нәлет деді. Сөйткенше пойыз келіп қалған екен. Тепловоз боздап қоя берді.
Қарағай артқан ауыр состап ер дүниені дүрліктіріп, биесі үрке шегіншектеп, баданадай көздері ақшаңдап, ауыздықпен алысып шапшып тұр екен. Шегінген арбаның артқы тұқыл оқтығы Қаракөк Волганың фарына барып сақ ете қалды да әйнек быт-шыт болды. Мынауың жуас деген жуан болып шықты-ау, деді Шақалақ. Ылдидың малы болса пойыз көрмеген неме ғой. Не болып қалғанын пайымдап үлгергенше Волгадан ораз дүрдей атып шықты да арбаның үстінде биенің басымен алысып отырған Тауасардың жағасынан ала түсті. Бабасындай адамның жағасынан алған несі? Атасына нәлеттеп Шақалақ шұбар тушаны шлагбаумға апыл-ғұпыл шалып байлай салды да оразға тұра жүгірді. Ту сыртынан барып күжіредей желкесінен шеңгелді сілеусінше салып қатып қалғанда талай тастай тақымдардың көкпарды ырғалғыдап тартып алып жүре беретін аты шулы палуан ораздың қолы Тауасардың алқымынан ажырап сала берді. Алқымы әлеуетті қолдан босаған Тауасар ұзын қамшымен оразды осып-осып жіберген. Екі шалдың екпінінен сескенді ме, әлде өз қылынан ұялды ма? Әйтеуір ораз Волгасына ыршып мініп, жолдың шаңын бұрқ еткізіп, теміржолдың ары бетіне атып шыққан. Пойыз өтіп шлагбаум көтерілген екен. Шақалақ шұбар тушаның орнын сипап қалғандай болды. Ұшты күйлі жоқ. Жібін үзіп қашып кетті ме, әлде пойыз басып кетті ме деп әуелі көзімен рельстің бойын тінтіп шықты. Алақ-жұлақ арлы-бері қарағаннан көзге ештеңе түспеді. Сөйтсе шұбар туша терең бойындай бекте шлагбаумның алды ала бақанның басына салбырап тұр. Ұшып қонып стрелочниктің үйшігіне жетті. Ау тамыр, анауың қалай, деді қызыл фураж келе еңгезердей сарыға. Стрелочник әуелі байқаусызда қарқылдап күліп жіберді. Артынша онысы ерсік екенін сезіп, тез автомат кнопканы басып шлагбаумды түсірді. Шұбар туша жерге жансыз қап сияқты сылқ етіп құлады. Тамыр, кешір, мен көрмеген, деді қызыл фуражка. Тауасардың жағасынан енді Шақалақ алсын. Саған болсам деп таудай тушадан айырылдым. Құнын төле, денің салын өзіңнің, мен не деп төлеймін? Тушаңды мен ұрып өлтірген жоқпын. Шлагбаумға байлап қойған өзің, деп Тауасар жалын күжірейтті. Әй Тауасар, құдайдан үмітің жоқ екен. Ылдидың киік құсап тағы боп кеткен малың 700 сомға сатып ала біреудің су жаңа Волгасын қиратқаны мен емес қой. Мен болмасам әлгі ораз алақымыңды мытып өлтіретін еді. Тірі қалғаныңа тәубе деп неге бермейсің менің тайдай тушамның құнын? Әркімнің малы өзіне қымбат. Екі шал келісе алмай керілесіп тұрғанда қызыл фуражка ала тушаны ары-бері аударып көріп таңдайын тарсылдатып басын шайқады. Онан соң, әй әтештер, ұрысты қойыңдар, кәне ешкіңе қанша сұрайсың, мен алады, деді Шақалаққа қарады. Бауыздамай арам өлген кебенекті сатып не көрініпті, не деп тұрсың өзің, деп көзіне зіретті. Семіз екен, мен алады, қанша сұрайсың, деді қызыл фуражка Шақалақтың арам қарамына мән бермей. Денің сау ма, алам деп тұрғанда сұрағанын бере бер, деді Тауасар келікті. О, найсап, деп Шақалақ қорын бір сілтеп шойын жолды шегірткеде ыршып бара жатып қайта оралды. Шұбар тушаның былқ-сылқ еткен мойнына ала жіпті шешіп алды. Екі-үш бүктеп қолға ұстаған күйі артына бұрылып та қарамастан тура тауға тартты. Атасына нәлеттеп әлден уақыттан соң қапелім тісінің ауруы сап тиылғандай сезді. Бір түрлі қуанып қалды.